Түлкі мен тырна ертегісі. Ертегіні аударып дыбыстаған Исаинова Гүлсім Оразовна. Ерте-ертеде, тырна менен түлкіде достық сезім оянып, түлкі отыр ойланып. Тырнаны мен тамаққа, шақырамын қонаққа. Ішіп ап түскі асын, түлкі кетті көршіге. Үйіме сен кел, досым, отырайық біз бірге. Аяғы ұзын тырна келісіпті баруға. Таң атқанда жолменен қонаққа барады екен. Түлкі оны қарсы алады, ботқа пісіріп қояды. Тәрелкеге оны салып, майменен бетін жағады. Үстелді де тықылдап, тәрелкені сартылдап, тырна ботқа жеймін дейді, тұмсығына дым түспейді. Тәрелкені өзіне түлкі қайта жылжытады. Оны жалап отырып, бар ботқаны жеп қояды. Ботқаны жеп болғансын, түлкі майысып айтады. Кешір мені, тырна досым, ботқам менің көп шықпады. Тырна айтты білдіртпей, түлкіні де ренжітпей. Рахмет саған, досым, қонаққа сен кел өзің. Сәрсенбіде қаласаң, түскі асқа кел маған. Сәрсенбінің таңы атып, түлкі жолға аттанды. Қонаққа барамын деп, таңертең дайындалды. Тырна оны қарсы алады, есікте тұрып айтады. Жолдан шаршаған шығарсың, мүмкін көже ішіп жатарсың, деп ұзын құмыраны түлкіге жылжытады. Түлкі былай айналып, құмыраны жағалайды. Тұмсығы жоқ, жеп шоқып, көжені іше алмайды. Былай барып, былай тұрады, одан ештеңе шықпады. Құмыра иіскеп жалайды, аузы оған сыймайды. Ал тырна құмыраға ұзын тұмсығын сұғады. Түлкіге дайындаған көжесін ішіп қояды. Ішіп қойды көжені, ал түлкі іше алмады. Тегін тамаққа келіп, ойлағаныңдай шықпады. Бос құмыра тұр міне, ал түлкі кетті үйге. Ызаланып кетті тек, қу түлкіге сол керек. Не ексең, соны орарсың, халық бекер айтпаған. Сол уақыттан қу түлкі тырнаға жоламаған.